Декабрьнын 6-сы Қырамыжғалынан 1378 күні студияда Шевкет Наматулаев чалыша. Селям алейкум. Бүгін Қырым татарлар бірінші құрылтайынан 100 жылығына қайдеті 1917 сенесі ноябрь-декабрь айларында топлашқан еді. Құрылтайда Қырым Халық Жұмхұриетінің анаясасы қабыл өтіліп, үкіметі құрылған еді. Үкімет башы Номан Челебеджихан олды. Құрылтайының 100 жылы мұнасебетінен иждешілеріміз левха азырлады. 100 ел әвелсі Бақчысарайдағы хан сарайында бірінші Қырым татар милли құрылтайы açılды. Қырым татар лидерлері бұңа айларнен азырлық көрді. Инқилаб заманында милли құрылтайны топламақ пек қиын еді. Құрылтай Қырым мұсылман ижра комитетінің вазифелеріні өз бойынына алып, озыны Қырым Халық Жұмхұриетінің парламент оларақ илан етті. Үкімет рейсі есе 32 yaşында Номан Челебеджихан олды. Перехід кримських татар із стану народу, етносу, до стану вже етнонації, тобто спільноти, яка об'єднана не тільки культурою, спадком попереднім, а й політичними цілями на сучасному етапі. Курултай став тією структурою самоорганізації кримських татар, який отримав продовження в наш час. Номан Челебеджихан дипломатик жейттен пек күчлі олғанына бақмадан. О вақыт Қырым татар милли әрекетінің иттифақдашлары пек азыды. Қырым ярымадасы бір қач саяси күчнің көреш мейданына чевірілді. Қырым татарлар мұхтариет істеді, большевиклер ісе Қырым Халық Жұмхұриетіні танымады. На першому етапі вони говорили, ми хочемо такої автономії в межах новостворюваної російської держави. Потім вони говорили про політичну автономію. І на третьому етапі, вже ближче до січня 1918 року, коли вони побачили, що жодна політична сила, яка презентує в тій чи іншій мірі російськость, ніхто з них не хоче жодних свобод для кримстатар. Большевист үкіметі Қырым Халық Жұмхұриетінің үкіметіні девірді. 1918 сенесі февраль айында оның башы Номан Челебеджихан вақшыйже қоршынға тізілді. Аман-аман 80 елдан соң Қырым татарлар сүргінлік ерлерінден ватанына қайтып башлаған соң 1991 сенесі екінші Қырым татар милли құрылтайы топланды. О Қырым татар халқының милли мұстаққылығы низамнамесіні қабыл етті. Құрылтай меджлис рейсі оларақ Мустафа Жемилевна сайлады. Если, скажем, в организации Крымско-татарского национального движения, центральной инициативной группе были активисты национального движения, и они были рупором народа, то здесь уже непосредственно избранные самим народом, независимо от их политических, религиозных или каких-то взглядов. И это, конечно, очень поднимало вес и значение Курултая и Меджлиса. 100 ел әвелсі яңа девлетіні тек Украина Халық Жұмхұриетінің меркези шурасы танығаныда. Бұл сене бірінші құрылтайының 100 елі Украинада девлет севесінде қайдетілі. Виктория Аблязова, Заман, АТР. Украина юқары шурасында саат 15-те Қырым татар милли құрылтайының 100 жылыға мұнасебетінен тантаналы топлашу башланы жақатыры телеканалы Киев вақты еле саат 14:50-де парламенттен жанлы яйын япажақ. Бекир Дегирменджи ве Руслан Трубач январының 15-не қадар хапсте қалажақ. Қырымның юқары Рус махкемесі берілген шикайет аризаларына рет етті. Махкемеде Бекир Дегирменджи ярамады, оның астма хасталығы бар. Оңа әжілі ярдым чағырылды. Бұна бақмадан махкеме ебір апсте тұтып мұдетіні күчте қалдырды. Бекир Дегирменджи ве Руслан Трубачқа қол тұтмақ үшін 50-ден зияде инсан топлашты. Все наши жалобы отклоняются. Ни один наш довод не был учтен, ни состояние здоровья Бекирага, ни его характеристики. Сегодня, конечно, состояние Бекирага было ужасное. После того, как его подняли на второй этаж, он начал очень сильно задыхаться. Он страдает астматическим бронхитом. Он постоянно должен пользоваться аэрозолью. Нам пришлось вызывать скорую помощь. Бекир все заседание находился в кислородной маске, но я так думаю, что медики оказали ему первую помощь, сделали ему дексаметазон, потому что это единственный гормон, который может Бекира немного встряхнуть. Я думаю, что это не первый приступ, и надо бить во все колокола, чтобы реально ему оказывали там помощь, иначе мы просто можем дойти до крайности.
Бекар дегірменже Руслан Трубач, Казимаметов и Асан Чапух ноябрьнан 23-ші Ахмеджет мерkezінде яқаланды. Оларына түрк ватандашындан бұйық миғдарда пара талап етуде қабатлайлар. Оқырымтатар милли әрекетінің ветераны Веджие Кашқанын қорантасындан борч алып, қайтармаға істемеген екен еркеклер, онен қорышып меселенің ал етілмесіне ярдым етежекеділер. Бүгін сабай жғалжылер Фазыл Ибраимовнан евіне тинтувнен келді. Ясақланған эдебият ве Стрелкова соқағындаки наразылық аланынен бағлы весе қалат қыдырған екенлер. Бұны Фазыл Ибраимов қарам бірдемлігінің фаалеріне білдірді. Оның фікірінше оқу қорыжыларынан зияреті оның жемат фаалиетінен бағлы олмасы мүмкін. Фазыл Ибраимов қарам татарларының топырақ меселесінен оғырашқанлардан бірідір. Забрали эти документы, которые относятся к поляне протеста Стрелковая. Всю литературу, которая есть, у нас литературы много. Все посмотрели то, что можно было. Из исламской литературы ничего запретного не нашли. Ақшайық районының Ишғалжы махкемесінде Украин фаали Владимир Балухның давасында невбетеке отырыш олacak. Бұл сене август айында оны 3 ел ве 7 айға апске алмаға қарар алынған еді. Соныра Балухның давасы текрар бақылмаға башлады. Кечкен афта оның жезасы евапсіне деңіштірілді. Владимир Балух бұл қарарына күчлі ғалибе деп адландырды. Фаал шартларнен лаф етмей интернет ве почтаны қоланып оламай. Владимир Балух қырым Ишғалінден сон евіне Героев Небесной Сотни Левхасына асқан ве азбарында Украина байрағына тікілеген еді. ФСБ қадемлері евінде тентув кечіріп селя тапылғанны білдірген еді. Қырамнан Ишғалжы махкемесінде Украина диверсантлары давасына невбетеке отырышы кечірілі. Евгений Пановна Русия акиметі терроризмде қабатлай. Кечкен сене язда о Қырамнан мемори сыңыры янында яқаланды. Панов Москваның Лефортово апсханесінде тұтылып қиналды. Сонра есе Қырымға кетірілді. Евгений Пановның анасы махкемеге ярамадаға келді. Ләкин Ишғалжылер оны бір қачса девамада мемори сыңырда тұттылар. Қадын ярамады оғылына кетірген бұтын шейлеріні тешкіріп баққанлар. Заставили развязать каждый пакетик, а потом прикопались до колбасы, сказали, что в колбасу входит сало нельзя провозить, а в колбасу входит шпик. Это сало, значит это нельзя провозить. Кремль ақтемчей гозының мұражатыны көрмемізлікке ұрды. Меджлис рейсінің муавины оның азат етілмесіні аңлатмаға режа еткен еді. Путинның мемориеті мектупыны жебап бермеді. Октябрның 25-інде ақтемчей гоз ве Илми Умеров азат етіліп Түркияге теслим етілді. Андаки күтіви хабер васталары бұның еріне Анкара екі Русия жасусыны теслим етті деп білдірді. Ләкин ресми делилер yok. Ақтемчей гоз 2014 сенесі февральның 26-сында Украина топырақ бұтынлігіне қол тұтып митингінде иштирак кеткені үшін 8 жылға макум етілді. Илми Умеров есе экстремизмде қабатланып Яшав тарзы колониясына йоланылмақ керек еді. Русия адвокаты Марк Фейген Европа лидерлерінден оны қорчамаларыны істей. О Алмания канцлері Ангела Меркель ве Франкистан президенті Эммануэль Макронға мектуп еллады. Мектупте адвокат Русиядегі қанунсызлық хақында тариф етті. Фейген оның адвокат фаалиетіні телеке алтында олғаныдан қасеветлене. Украин сияси мабуслері шу жүмледен Меджлис рейсінің муавины Илми Умеровна қорчалаған еді. Шымды есе Украин журналисті Роман Сущенканың давасынен оғыраша. Оны Русияде жасуслықта қабатлайлар. Марк Фейгеннің айтқанына көре Русия акиметі оны бұл давадан четлештірежек ола. На протяжении вот уже всего этого года, но сейчас некая кульминация, просто невиданное давление, которое на меня оказывается. Выражается оно в попытке привлечь меня к уголовной ответственности, лишение статуса. Все это инициировано кремлевским блогером Шарием, да, с подачи, мне это прекрасно известно, известных лицов с Украины, которые его финансируют, работают с администрацией президента России. Они, значит, собственно говоря, решили избавить меня, так сказать, от статуса адвоката и, соответственно, вывести из дела Сущенко со своими далеко идущими целями, касающимися, ну, конечно, прежде всего дела Романа, но и общая, так сказать, ко мне ненависть, так сказать, понятно, по украинским кейсам.
Қырым саяси мабуслерінің адвокатларына халқара тешкілатларда мабуслерінің ақыларыны қоршаламаға ұғыретежеклер Межлис азалары Freedom House аққоршалайжы тешкілатынен иш тұтмаға башлады. Оның векіллері Қырым ұқықчыларына Бірлешкен Миллетлер мақсус комитетлеріне мұражат азырламаға ве Европа инсан ақлары махкемесіне ариза бермеге ұғыретежек. Freedom House векіллері Межлис азаларынан қорышып кележек иш бірлігіні мұзакере етежеклер. Основная цель – это расширять и готовить больше юристов, которые могли бы квалифицированно подавать документы в такие авторитетные органы для дальнейшей реакции международного сообщества. Для нас это было очень интересно сегодня познакомиться с членами Меджлиса, чтобы мы поняли лучше от их личных слов, что происходит в Крыму, и какова ситуация очень тяжело, и как на самом деле нужно защищать права человека там. Михаил Саакашвили Украина акимиетіні провокация япқанында қабатлай бұны о брифингте айтты. Гурджистанның сабық президенті сұрғыға бармай жамтаққачылар озлері келсін деді. Саакашвили ақшам парламент бинасы янында митинг өткерлежегіні вады етті. Бүгін саба құқық қорғаушылар чадырларға ұжым етті. Полиция хадимлері Саакашвили бұлынған чадырға кірмеге тырышты. Оның тарафдарлары есе бұңа кедер етті. Чадырда 20-ге яқын яралы бар олған ақында білдіріле. Вы спали? Да. Полиция? Да, заскочила, она начала бить. Нецензурными словами не избивать людей, гнать. Ну, ви бачите, що робиться, блядь. Бить дубинками били всіх, блядь. По тяжкості був перелом руки, забої м'яких тканин, також черепно-мозкові травми, розсічення. Ми людей по максимуму доправили до лікарні. Я готов принять их следователей здесь в лагере, но все их попытки с самого начала, начиная от отмены регистрации моей партии, потом лишение меня гражданства. Қырымның Ишғалжы акиметі Украина радиоларының сесіні бастырмаға вады еті. Бұндан ғайры елінің сонында ябанжы күтлеві хабер басталарына қаршы күреш тедбірлер алынacak. Бұл ақта сөзді Жұмхуриетінің бақназиры Дмитрий Полонский білдірді. Украина каналлары ве радиолары Қырымға Херсондаки чоңғар кулесінден яйын yapmaға башлаған еді. Бұның үшін 150 метрлік теле кулесі құрылды. Украина радиоларыны ескі Қырымдан Ақмежітке қадар діңлемек мүмкін. Донузлав голі небатве мақлюқларнен берабер йоқола. Бұның себебі гол құмларындан бұйық миқдарда алынмасыдыр. Кеченлері Мирный қасабасында ерлі сәкенлер бұйышны тоқтатмақ үшін жема деңлеулеріні кечірді. Ләкин ишғал етілген Қырымның чешіт ерлерінден бірқач автобуснен инсанлар кетірілді. Нетижеде рей беруде құмларыны чықарған шіркет еңді. Ерлі экологлар Донузлав голіні құртару фишлерінде вазгечкенні сөз білдіре. Бұл саат қазір олған соңки қаберіміз едепіңізге қайырлы күнлер тілейм. Украина юқары шурасында саат 15-те Қырым-Татар милли құрылтайының 100 жылығы мұнасибетінен тантаналы топлашу башыланacak. Атыр телеканалы Киев вақты еле саат 14:50-де парламенттен жанлы яйын yapacak. Дайыма Адырлы олына Сневбетеке еларымызға қадар көрішкенже.